Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен таңғы асқа тез әрі оңай дайындалатын бельгиялық вафлилар дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды қосамыз. Енді ұнымызға қопсытқыш пен ванильді қантымызды қосамыз. Ұнымызды аз-аздан салып, қою қаймақ сияқты қылып қамыр дайындаймыз. Енді вафельницамызды майлап, вафлиларымызды қызарғанша пісіріп аламыз. Әр вафлиға мен 1,5 ас қасықтай қамыр салдым. Сіздер өз вафельницаларыңызға қарай сала беруіңізге болады. Вафлиларымыз дайын болды. Осы рецепттен таңғы асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер, жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.